Сәлеметсіңдер ме балалар? Менің аты жөнім Рыспенбетова Бақыт Аманбайқызы. Мен сендермен жаратылыстану сабағынан онлайн сабақтар жүргізетін боламын. Балалар, сендерге жаратылыстану деген сөз таныс па? Бізді қоршаған орта табиғат болатын болса, оны ертеректе жаратылыс деп атаған. Олай болса, жаратылыстану табиғатты зерттейтін ғылым болып табылады. Жаратылыстану ғылымымен ғалымдар айналысады. Ғалымдар қоршаған әлемді, ғарышты, табиғаттағы заттар мен құбылыстарды зерттеу үшін деректер жинайды, жаңалықтар ашады. Сондықтан ғалымдар байқампаз, зерделі болып келеді. Сендер де ғалымдар сияқты бақылау жүргізіп, тәжірибе жасағыларың келе ме? Ендеше жаратылыстану әлеміне қош келдіңдер. Өсімдіктердің қандай топтары болады? Өсімдік қандай бөліктерден тұрады? Өсімдіктің тіршілігі үшін қандай жағдайлар қажет? Жалпы өсімдіктің табиғат пен адам өміріндегі пайдасы қандай? Осы сұрақтарға жауап алу үшін өсімдіктер тарауына барлығымыз бірге саяхат жасайық. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы өсімдіктер тірі ағзалар. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты сендер жанды және жансыз табиғатты ажыратасыңдар. Өсімдіктердің тірі ағзаға жататынын білетін боласыңдар. Жер бетінде тірі ағзалардың орасан зор спектрі бар. Балалар, біздер қызықты да қыр-сыры мол ғажайып әлемде өмір сүріп жатырмыз. Бізді көптеген заттар қоршап тұрғанын білеміз. Табиғаттың өзі жанды және жансыз болып үлкен екі топқа бөлінеді екен. Жанды табиғатқа адамдар, өсімдіктер, жануарлар жататын болса, жансыз табиғатқа осы табиғаттың нысандары су, тау, тас, күн, аспан және тағы басқа заттар жатады. Жанды табиғат пен жансыз табиғат бір-бірімен тығыз байланыста болады. Себебі адам, өсімдік, жануар сусыз, ауасыз, күннің жылусыз өмір сүре алмайды. Сондықтан да бір-бірін толықтырып өмір сүреді. Экранға назар аударайық. Балалар, бұл жерде сендерге жанды және жансыз табиғатқа жататын заттардың суреттері берілген. Енді өзіміз осы суреттерді екі топқа топтап көрейікші. Кәнекей бастайық. Енді жасаған жұмысымызды дұрыс жауаппен тексеріп көрейік. Жанды табиғатқа қоңыз, ағаш, ит жатады. Жансыз табиғатқа тас, су, асық жатады екен. Егер де балалар, сендердің жауаптарың экранмен сәйкес келсе, онда сендер жарайсыңдар. Жұмыс дәптеріміздің 3-ші бетін ашай қойайық. Жұмыс дәптеріміздің 3-ші бетінде сендерге тапсырма берілген. Суретке қара, жансыз заттарды сыз, жанды заттарды боя. Бірінші, жансыз заттарды қолымыздағы түрлі түсті қаламды алып, үстінен бір сызықпен сызып шығайық. Кәнекей бастаймыз. Дұрыс жауаппен тексеріп көрейік. Сағат, тас, су, үстел, асықтар, домбыра, құс қауырсыны бұлар жансыз заттарға жатады екен. Жарайсыңдар, сендерде де дәл осылай шықты деп ойлаймын. Ал енді бізде белгіленбей қалған ит, гүл, құс және ағаш бұлар жанды табиғат тобына жатады.
Жанды заттарды түрлі түсті қаламмен бояп аламыз. Жақсы балалар. Келесі суретке назар аударайық. Балалар, суреттен нені байқап тұрсыңдар? Ненің суретін көріп тұрсыңдар? Суреттегі өсімдік өзгеріске ұшырап жатыр ма? Су сепкіш не үшін қажет деп ойлайсыңдар? Су сепкімен өсімдікті суарамыз. Өсімдік қоректеніп, әдемі болып жайқалып өсе бастады. Енді өсімдіктің қасындағы тасқа назар аударайықшы. Ол өзгеріске ұшырады ма? Жақсы. Үшінші суретке қараймыз. Уақыты келгенде өсімдік солып, қурай бастайды. Бірақ балалар, оның басындағы тұқымдары жерге түсіп, оны біз ексек, жаңа бізге өсімдік шығады. Ал таста өзгеріс байқалды ма? Ойланайық. Енді қорытынды жасап көрейік. Бұдан шығатын қорытынды балалар, өсімдіктер тірі ағзалар. Сол себепті де өсімдіктер өседі, қоректенеді, тыныс алады, көбейеді. Ал тас ол жансыз табиғаттың нысаны. Сондықтан да ол өспейді, қоректенбейді, тыныс алмайды және көбеймейді. Кейбір жер бетіндегі өлі заттар кейбір тіршілік үдерістерін орындайды. Мына автокөлік қозғалып, қалдықтарында шығара алады. Бірақ тек тірі табиғат элементтер ғана барлық жеті тіршілік үдерістерін орындай алады. Балалар, өсімдіктердің табиғатқа, адам өміріне тигізетін әсері мол. Олар көптеген оттегін өздерінің бойынан шығарып, бізге таза ауа ретінде жібереді. Бірақ осы өсімдіктерді өсу үшін де белгілі бір жағдайлар қажет. Өсімдіктер өсу үшін өсімдікке су, жарық, жылу, ауа және қоректік заттар қажет. Осы заттардың барлығы түгел болған кезде өсімдігіміз керемет болып өседі. Өсімдіктің күтімі жақсы болуы шарт. Жақсы балалар. Балалар, ойланып қарайықшы, адам үшін өсімдіктің маңызы бар ма? Суретке назар аударайық. Адамдарға күнделікті өмірге қажетті үйлерді соғу үшін құрылыс материалдарына осы өсімдіктер, ағаштар қолданылады. Жиһаздар да осы ағаштардан жасалады. Және адамдардың денсаулығы мықты болу үшін дәрі-дәрмектер, дәрумендер де осы өсімдіктердің бойында мол болады. Өсімдіктерді біз күнделікті тамағымызда қолданамыз. Мысалы, нанды бидайдан жасайтын болса, күнделікті біздің тұтынатын көкөністеріміз, жемістеріміз дастарханға осы өсімдіктердің жемісінің арқасында келеді. Тіпті біздің күнделікті киіп жүрген киіміміздің өзі осы өсімдіктен алынған шикізаттардан тоқылып, тігіліп жасалады екен. Көрдіңдер ме балалар? Өсімдіктер дүниесі өте қызықты екен. Енді балалар, біз бүгінгі сабақтан жанды және жансыз табиғатты ажырата алатын боламыз. Өсімдіктің тірі ағза екенін білетін боламыз. Бүгінгі сабақ сендерге ұнады ма? Сабақтан алған жаңа мәліметтеріңді күнделікті өмірде сендерге қажет болады деп ойлаймын.
Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңдар.